Ерсін Ерғалиев, әңгіме. Қасқыр деп қорықпа. 10-шы сыныпта аяқтадым. Жоғарғы оқу орнына қабылдау емтиханы тамыз айында басталады. Әкеме емтихан басталғанша қой бағып, ақша табайын деп едім. Ол кісі кең шатырдың кадрлар бөлімін басқаратын. Сынаққа дайын болсаң, жолың ақшаттап деп рұқсатын бергенде қуанып кеттім. Сонымен жолдасым Айдырбек екеуміз кеңшардың қойын бағуға кірістік. Мініске берген атқа көңілім толды. Бұл кезде аттың күні өтіп, машиналардың бәсі жүрген кез. Астымдағы ат талай жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып жүрген сәйгүлік болса да, заманы өтіп, қойшының аты ғана болып қалған еді. Аты Жұлдыз. Қолға үйренген көнбіс мал. Күні жолына бізді жайлауға көшірді. Жайлау ауылдан 7 шақырым жерде, маусым айы. 700 бас қойды алдымызға салып айдап келеміз. Айыртау өңіріне Тәңірім әсем табиғатты бере салған ғой. Өйткені біздің өңір орманды, далалы алқапқа жатады. Әсіресе орман маңы малдар үшін шөбі шүйгін өт. Айдарбек екеуміз жайлауға түс ауа жетіп, қойларды отқа жайып жібердік те, жататын қосты құрып, қойларды кешке қамайтын шарбақ істедік. Екеуміз қойды кезекпен бағуға келістік. Ол 2 тәулік, мен 2 тәулік бағамын. Жеребе тартып едік, бірінші қой бағу кезі маған тиді. Мен қоста жалғыз қалдым. Мосыға шәугімді іліп, астына ағаштың қу шырпыларын тұтатып едім, шәугім лезде қайнады. Далада жеген тағам қандай жұғымды. Ауқаттанған соң қойды кешке дейін жайып, шарбаққа қамадым. Ертеңіне күн шықпай тамақты ысытып жіберіп, жүрек шалғап, қойларды таңғы салқымен жайылымға шығардым. Өзім атымды тұсап, ағаштың көлеңкесіне барып жатқамын. Көзім ілегіп кетіпті. Шырт ұйқыда жатқан мені күшіктің қыңсылаған дауысы оятып жіберді. Қарасам, күн тас төбеде. Жайылған қойлар да, тұсаған атым да көрінбейді. Жүрегім зырқ ете түсті. Қыңсылаған дыбыс шыққан жаққа қарасам, тайыншадай арлан ит жатыр. Оның ар жағында 3-4 күшікті ойнатып ит жүр. Осы кезде қасқырдың апанына көзім түскенде зәрем ұшты. Аяғым жерге қадалып қалған сияқты. Не әрі, не бері қозғалар емес. Айғайлайын десем, даусым шықпайды. Сонымен ит дегенім қасқыр болып шықты. Өмірімде бірінші рет қасқырмен бетпе-бет келдім. Оның көздері от боп жанған қып-қызыл. Сол кезде өмірімнің шегі жеткен жері осы шығар деп, әке-шешемді, бауырларымды ойлап кеттім. Ал қасқыр моп-момоқан қозғалыссыз жатыр. Ал мен болсам, не болса да олармен айқасып өлейін деп, өзімше оған айбат шеге қарап едім. Ол маған неге тесіле қарайсың дегендей теріс бұрылып алып, бөлтіріктерінің ойынын қызықтап жатып алды. Қасқырым мүлде қозғалар емес. Қайтамаған жүгірген бөлтіріктерінің желкесінен ұстап, кері лақтырып жіберді. Сөйтсем, ол бөлтіріктерді маған жолатпай, жанымда күзетші болып жатыр екен. Оның маған жасаған қамқорлығын көріп, есімді жиып, қорқа-қорқа қосқа жеттім. Қасқырға қарасам, ол менің қорыққанымды қызықтағандай қарап жатыр екен. Ал қойларым қасқырдан үркіп, қос маңымда үйіліп тұр. Жұлдызымның жүгені бұтаққа легіп тырп етпей тұр. Қостың ішіне кіріп, енді не істейін деп ойландым. Досымның келуіне әлі бір күн бар. Бірақ қасқырдан өшпенділік көрмеген соң сабырға келдім. Қасқырлар күшіктеген кезде жанындағыларға тиіспейді дегенді естуім бар. Кешке дейін қойларды қасқырдың апанынан аулақ бағайын десем, қасқырдың апанымен қоңсы қоныппыз. Дегенмен нар тәуекел деп қойды өргізіп алып кеттім. Қасқырлар көзге көрінбеді. Тегі күн ыстық болған соң апандарында жатқан шығар деп шүкіршілік еттім. Күн еңкейген кезде қойды шарбаққа қамап, ас су қамына кірістім. Көзіммен анда-санда қасқырлардың апанын бақылап қоямын. Бөлтіріктер ойнап жүр. Сол түні елегізіп ұйықтай алмадым. Таң ата қойларды жайылымға алып шықтым. Қасқырлар көрінбейді. Қасқырларға бойым үйренді. Қойлар да үйренді ме, тіпті апанның жанына жайылды. Түс тағылары көрінбейді. Апанында жатқан болар деп ойладым.
Түс кезінде қойларды шарбаққа қамадым. Ауқаттанып алып, қостың жанында ұйықтап кетіппін. Бір кезде қойдың маңыраған даусынан оянып кетсем, қойлар шарбақтан шығып кетіпті. Жан-жағымды шолсам, малдарды апанның жанында үйіріп ұстап тұрған қасқырлар тұр. Жалма-жан қойларға жүгіріп келдім. Қойларым түгел сияқты. Ал қасқырлар менің келгенімді көріп, апанына қайта кіріп кетті. Осылай тағаңдармен татулығым басталды. Тіптен қасқырдың еркегін Арлан, ұрғашысын Қабылан деп атай бастадым. Алғашқы кезде Арлан, Қабылан десем үнсіз жататын. Бара-бара аттарына үйренді ме, құлақтарын қайшылап, құйрығын бұлғаңдатып қоятын болды. Мен күндіз қой бағамын. Олар кешке апаннан шығып тірліктерін бастайды. Досымның әкесі Мағзұм атай келгенде, мен оларға қасқыр туралы баяндап едім. Ол кісі: жылда ауылдан 7 шақырым жерде жайлауға шығып, қос тігіп қой бағамын. Қоймен шарысқандай, жылда бір қасқыр нақ сол апанға келіп күшіктейді. Мен де, итім де, малым да көрші қасқырмен үйренісіп кеттік. Бірде қызық болды. Бір қозы арам өліп қалды. Жемтікті жесін деп, жас жігіттер қасқыр інінің қасына апарып тастайды. Неше күн өтеді. Бірақ қасқыр не оның бөлтіріктері қозыны жемейді. Таңертең тұрсам, қойдың ішінде бөтен қозы жүр. Сонда қасқыр өлген қозыны менен көреді деп, қай жақтан екені белгісіз, қозына келіп қойға қосыпты. Осындай да оқиға болған. Айта берсе, қасқырдың ақылдылығын паш ететін дәлелдер өте көп. Мен сендерді қасқырдың апанына әдейі әкелттім. Өйткені мен осы жерде пәлен жыл қой бағамын. Тіптен қасқырлармен татуласып кеткенбіз. Қасқыр маңындағыларға тиіспейді. Сондықтан күзетшің мықты. Қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Оны қолға үйрету қиынның қиыны. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды. Не жеңеді, не өледі. Әйтеуір аяғына дейін жеткізеді. Ол тек қана балғын, жаңа етпен қоректенеді. Өлексені татып алмайды. Сонымен қатар, ол өзінің маңдай терімен ұстаған олжасын ғана жейді. Қасқырлардың тағы бір ерекшелігі, ұрғашы қасқыр мен еркек қасқыр жұптарын жазбай өмір сүреді. Бір-бірін ешқашан алмастырмайды. Оларды тек қана өлім ғана ажырата алады. Бала тәрбиесіне екі жақтат салысады. Бір-біріне деген адалдығын қасқырлардың басты ерекшелігі ретінде атауға болады. Ұрғашы қасқыр ұйықтап жатқанда еркек қасқыр күзетіп тұрады. Қасқырлар араларындағы жұп қасқырларға, яғни еркек пен ұрғашыға құрмет көрсетеді. Олжалы бола қалса, бірінші соларға бөліп береді. Жататын жерлерінде жайлы, оңашалау жерден таңдап қояды. Күшті қасқырлар әлсіздерге қамқор болады. Ал егерде олар заңдылықты бұзатын болса, онда олармен басқаша сөйлесуі бек мүмкін. Ауа райы жайлы болса, қасқырлар орман ішінде 9 километр жердегі дыбысты ести алады. Ал ашық далада 16 километр қашықтықтағы дыбысты құлағы сезеді. Сен қасқыр деп қорықпа. Ол зұлымдықты да, жақсылықты да сезетін аң, деді Мағзұм атай ауылға кетіп бара жатып. Қой бағып қала бердім. Таңата тұрсам, бір тоқтым ауырған ба, өліп қалыпты. Малды жайылымға шығаруға әлерті болған соң, кеңшардың ветврачына барып, қойдың өлгенін айтайын, тексерсін. Сосын қойдың өліміне акт салдырып, мойнымнан шығартайын деп, атыма жайдақ міне салып, күн шықпай ауылға тартып кеттім. Сайын даланы дүбірлетіп шауып келемін. Енді келесі ағаш қойнауынан кейін ауыл көрінуі тиіс. Бір кезде шауып келе жатқан атым кілт тоқтағанда аттан сыпырылып құлап қала жаздадым. Бірақ аттың жалында ойнап өскен қазақ баласы емеспін бе? Аттың бауырына жабысып, жүгеннен айырылмадым. Бір кезде атым көкке шапшығанда тақымымды қысып алдым. Ат неден қорықты деп, алдыңғы жаққа қарасам, 100 метрдей жерде 3 қара түсті қасқыр ағаш қойнауында мен жаққа қарап шоқшиып отыр екен. Қасқырлардың түстеріне қарай басқа жақтан ауып келе жатқан қасқырлар екенін ұқтым. Өйткені Арлан мен Қабыланның түстері ақшолан болатын. Сонда да атымның басын жібермей алға жүруге талпынып едім. Атым тағы да көкке секіргенде жалға шабысып үзеңгіден айырылмадым.
Енді амалсыз аттың басын қосқа қарай бұрып едім, ат соны күткендей теріс шаба жөнелді. Аттың бауырына шабысып, тақымымды қысып шауып келе жатып, ат жағыма көз салсам, қасқырлар мені қуып келе жатыр екен. Жаным ышқынып, атымды қамшымен сипай өтіп едім. Сәйгүлік емес пе? Ат одан сайын ытты. Сонда да қасқырлармен арамыз қысқарып келе жатты. Егер қосқа жетсем, құрған қосқым қасқырдан пана бола ала ма? Ал шабыстан аттым зорғыса, не істеймін деген ой мені әлем тапырақ қылды. Қызып алған ат тоқтар емес. Мен атқа жабысып алдым. Міне, қос талыстан мұнартып көрінді. Аттың шабысынан шарбақтың ішіне жатқан қойлардың да үріккенін көрдім. Бір кезде, тоба, алдымнан 2 қасқыр атып шықты. Олардың арлан мен қабылан екенін таныдым. Құрыған жерім осы шығар деп көзімнен жас та шығып кетті. Бірақ атым қайылын жияр емес. Қасқырларға қарсы шауып келеді. Осы кезде жанымнан арлан мен қабылан зу етіп өте шықты. Содан кейін жүрегім орнына түсті. Аттың бауырына жармасып, қасқырлар жаққа көз салып едім. Арлан алда келе жатқан қасқырды кеудесімен соққанда, ол әудем жерге ұшып түсті. Қабылан 2-ші қасқырды кеудесімен соққанда, ол да домалап кетті. 3-ші қасқыр тоқтамап еді. Арлан оны қуып жетіп, желкесінен қапсыра тістеп, сілкіп-сілкіп, кейін лақтырып жіберді. Содан арлан мен қабылан олардың алдарынан кес-кестеп тұрып алды. Келімсек қасқырлардың жүндері жығылып, өз жөндерімен кете барды. Мен де аттың басын тежедім. Содан кейін ғана арлан мен қабылан кері бұрылып, менің жанымнан өтіп бара жатқанда, қуанғаннан көз жасыма ие бола алмай жылап жібердім. Ол кезде 16 жасар бозбала едім. Осылай арлан мен қабылан мені бір ажалдан аман алып қалған болатын. Осылай қасқырлармен үйлесімін тауып тұрып жатыр едім. Бір күні таң ата айғай-шудан ояндым. Аслан деген азамат қостың алдында тұр. Атына қасқырдың өлген аналығын өңгеріп алыпты. Арбасында қасқырдың өлген бөлтіріктері жатыр. Сапарым өте сәтті болды, деп бастады сөзін Аслан. Таң сәріден қасқырдың апанын оңай тауып алдым. Апан аузында бөлтіріктерін ойнатып қасқыр жүр екен. Көп ойланбастан қасқырды атып салдым. Ал бөлтіріктерін итім жайлатып тастады. Арланы қашып кетті, деді. Жаным тыныштық таппай, қасқырларды неге атқансың? Олармен үйлесімін тауып тұрып жатыр едім. Енді арлан қойға да, жанға да тыныштық бермейді ғой деп ренжідім. Бір кезде алыстан арланның ұлыған даусы естілді. Қойды өргізіп алып кеттім. Апанның аузы үңірейіп тұр. Кешегі ойнап жүрген бөлтіріктермен қасқырлардың көрінбеуі менің көңілімді құлазытты. Арлан басқа жаққа ауып кеткен шығар деп атты тұсап, қойларды бақылап жатып, ұйықтап кетіппін. Елегізіп оянып кетсем, дәл жанымда қасқыр тұр. Зәрем қалмады. Ішім алай-дүлей болса да, бірақ сыртымды бермей тұрмын. Ол маған қадала қарап тұр. Қасқырдың көзінен жас парлап тұр екен. Мұндайды көрмегенмен тұрып қалдым. Ол мені таныды. Мен де таныдым. Үйірінен айырылған арланым. Бар күшімді жиып, Арлан, кешір мені. Не істесең де мен алдыңдамын, деп тізерлеп отыра кеттім. Үнім сабырлы шықты. Қасқыр ұмтылама деп едім, жоқ. Ол маған бір түрлі кінәлағандай қарады да, жалт бұрылып, жөнімен кете барды. Қысқасы, түс тағысының мейірі адамзат баласынан жоғары болады. Ол маған да, қойыма да, еш зиянын тигізбей жөнімен кетті. Денемнің дірілін біразға дейін баса алмадым. Тамыз аяғында қабылдау емтиханын ойдағыдай тапсырып, жоғарғы оқу орнына түстім. Оқуымды ойдағыдай аяқтап, ауылға келісімен өзімнің алғаш еңбек жолын бастаған жайлауды бетке алдым. Күз айы болса да, күн шайдай ашық. Ағаштың жапырағы түсіп, сидеған орман іші мүлгіген тыныштық. Жолда жортқан түлкі, қояндарды көзім шалды. Аспанда құйқылап, құстар жылы мекендеріне бой түзеген. Бір кезде қасқырлардың апаны тұрған жаққа көз тігіп едім. Бірдеңе қарайып жатқан сияқты болды. Тастап кеткен апанды қасқырлар мекендемеуші еді ғой деп машинамды от алдырып, апанға жақындап бардым. Сақтық үшін жан-жағымды шолып алдым. Қасқырлар көрінбейді. Көзім елестеген ғой деп машинамнан түсіп,
Апанға таяп бардым. Апаның жанына қурай өсіп кетіпті. Ал апаның аузында қасқырдың қаңқасы көсіле жатыпты. Сүйегі ірі, оның арлан екенін жидеген терісінің түсінен таныдым. Бөрінің жансыз денесінің өзі қандай сұсты десеңші. Неге ол бұл жерге келіп жан тапсырды екен? Әлде аңшылардың оғынан жараланып, немесе өзінің сыңарын ақсап келді ме екен? Енді ол жағы белгісіз. Өйткені қасқырлар сыңарынан айырылса, ешқашан жұп құрмайды дегенді естуім бар еді. Күздің сарғайған жапырақтарын қолыммен көсіп, арланның сүйегін шауып құрмет көрсеттім. Қанша дегенмен бөріні пір тұтқан қазақтың бөрі текті баласымын ғой. Әңгіменің соңы.